Жаңа канал ашқанда ең алдымен YouTube сіздің аккаунтыңызды тексеріп, шынайы адам екеніңізді және контентіңізді рекомендацияға жіберуге тұрады ма екенін анықтауға тырысады. Егер арнаңыз бос немесе күмәнді көрінсе, YouTube'тың сізге деген сенімі аз болады. Сондықтан видеоларыңызды рекомендацияға шығармайды. Бұған жол бермеу үшін арнаны басынан бастап сенімді етіп көрсету керек. Каналды алдын ала жылытып алыңыз, жеке бренд элементтерін қосыңыз. Бұрыннан қолданылған сенімді имейл пайдаланыңыз. Және доступность функции бөлімінен екінші және үшінші қадамдарды қосып қойыңыз. Арнаңыз неғұрлым спамға ұқсамаса, YouTube соғұрлым контентіңізді тек іздеуде емес, басқа жерлерде де рекомендацияға шығаруға дайын болады. YouTube лонг контентке шортспен салыстырғанда әлдеқайда кешірімді. Егер сіздің видеоңыз YouTube'тың басты бетінде рекомендацияға түспесе, онда не видеоңыз әлсіз, не каналыңыз спам сияқты көрінеді. Алғашқы видеоны жүктегеннен кейін YouTube сіздің видеода айтылған барлық текстті транскрипция жасап, превьюді сканерлеп, контентіңізді жүктейді. Алгоритм видеоңыз не туралы, кімге арналған және оны тарату қауіпсіз бе, соны түсінуге тырысады. Одан кейін келесі 24-48 сағат ішінде ол контентіңізге байланысты профиль құруды жалғастырады. Ең басты мақсаты аудиторияңызды анықтайды. Осы уақытта YouTube видеоңызға көп просмотр бермейді. Ол тек деректерді саралап жатады. Сол себепті жаңа арнадағы алғашқы видеода қаралымдар бірден емес, бірнеше күннен кейін келе бастайды. Осы кезде мета деректер аса маңызды болады. YouTube'тың негізгі мақсаты көрермендерді платформада мүмкіндігінше ұзақ ұстау. YouTube'та көбірек уақыт өткізу, көбірек жарнама көру деген сөз. Ал көбірек жарнама көру YouTube үшін көбірек табыс. Сондықтан алгоритмнің міндеті нақты көрермендерге ең ұнайтын видеоны табу. Ол үшін алгоритмге видеоларыңыздың кімге арналғанын түсіну керек. Егер алгоритм сіздің мақсатты аудиторияңызды анықтай алмаса, онда ол қателесіп, сіздің видеоңызды дұрыс емес адамға көрсеткенше, өзі жақсы түсінетін басқа біреудің контентін көрсеткенді жөн көреді. Жоғарыда айтқандай, бұл кезеңде мета деректерге ерекше назар аудару керек. Видеоның аты YouTube'қа видео не туралы екенін анық көрсетуі тиіс. Ал тегтер, описание және тайм-кодтар алгоритмге сіздің аудиторияңызды табуға қосымша көмек береді. Превью де маңызды, өйткені оны YouTube жасанды интеллект арқылы тексереді. Ол превьюдегі адамдардың беттерін, объекттерді және текстін сканерлейді. Барлығы неғұрлым анық болса, видеоңыз соғұрлым дұрыс аудиториямен сәйкестендіріледі. Көбіне арналар видеоға қызықсыз атаулар жазады да, описаниені бос қалдырады. YouTube'қа мә өзін тауып бер аудиториям деген сияқты. Ал YouTube тағы да қайталайым, видеоңызды қате аудиторияға көрсетіп, тәуекелге барғысы келмейді. Деректер жиналып, целевой аудитория анықталғаннан соң, YouTube видеоңызды YouTube'тың басты бетінде рекомендацияға шығару арқылы тестілеуді бастайды. Алғашқы статистиканы жинап, ары қарай видеоны итермелеу керек пе, жоқ па, соны шешеді. Шортстағы сияқты алгоритм видеоңызды толқын-толқынмен таратады. Бірінші, YouTube видеоңызды аз ғана адамға көрсетіп, олардың реакциясын бақылайды. Егер реакция жақсы болса, показ көлемін біртіндеп арттырады. Әрі қарай тағы да көбірек адамдарға ұсынады. Олардың қалай әрекет ететініне байланысты рекомендацияны не күшейтеді, не баяулатады, не бір деңгейде қалдырады. Енді YouTube видеоңызды мүмкіндігінше көбірек адамға ұсыну үшін не істеу керек? Мұның бәрі статистикаға тіреледі. Ең алдымен назар аударатын 3 негізгі көрсеткіш бар. Соның біріншісі CTR. Бұл дегеніміз, лентада видеоңызды көрген адамдардың қанша пайызы шынымен видеоңызды басып ашқанын көрсететін метрика. Лентада видеоңызды көрген әр адам показ болып саналады. Мұны былай елестетсеңіз болады, YouTube'тағы әр показ бұл бір орын сияқты. Әр лентада орын шектеулі, сондықтан YouTube өте талғампаз. Егер бір видеода CTR төмен болса, не үшін оған показ беру керек? Оның орнына CTR жоғары, адамдар басатыны дәлелденген видеоны көрсеткен тиімді. YouTube үшін бұл әлде қайда құнды. CTR негізінен превью, видеоның аты және идеяға байланысты. Көрермен ең бірінші превьюді көреді, сондықтан бұл жерге барынша мән беру керек.
Сіздің мақсатыңыз адамның лентасындағы басқа барлық видеолардың ішінде сіздің видеоңызды ең қызықты етіп көрсету. Ал енді қандай көрсеткішке ұмтылу керек? YouTube'тағы орташа CTR шамамен 4-5% болады. Ал егер ол 3%-тен төмен болса, YouTube ондай видеоны рекомендацияға ұсынбайды. Алгоритм қарайтын келесі маңызды метрика ол удержание. Бұл CTR-дан да маңызды. Сізге бұл графиктің мүмкіндігінше тегіс, жоғары және бастапқы құлдырауы өте аз болуына ұмтылу керек. Видеоның соңына қарай график бәрібір төмендейді, өйткені жалпы YouTube'та видеоны соңына шейін көретіндер аз. Бірақ егер басында тым көп адам кетсе, сіздің хук әлсіз деген сөз. Егер график тым тез құлдыраса, онда видеоның ішіндегі ақпарат та, видео идеясы да әлсіз. Алгоритм видеоңызды біраз уақыт YouTube'тың басты бетінде көрсеткеннен кейін видео рекомендацияға шыға бастайды. Бұл сіз YouTube'та видео көріп отырғанда бүйірдегі ұсыныстар бөлімі. YouTube видеоны рекомендация бөліміне тек басты бетінде тексеріп алғаннан кейін ғана белсендірек шығарады. Өйткені рекомендация бөлімі целевая аудиторияға әлде қайда көбірек тәуелді. Сондықтан YouTube көбірек дерек жинап алғанша күтіп отырады. Рекомендация бөліміндегі показдар YouTube үшін одан да құнды, өйткені оның мақсаты адамдарды платформада мүмкіндігінше ұзақ ұстау. Әрине, осы екі метрика сіз тікелей көріп жақсарта алатын ең маңызды көрсеткіштер. Бірақ бұдан бөлек алгоритм басқа да көптеген нәрселерді бақылайды. Ол вовлеченность, комментарийдің мазмұны, лайктар, репосттар, подписчиктердің қосылуы, не кетуі, көрермен каналыңызға қайтып келді ме, жоқ па, видеоңызды көріп жатқанда видео ұнайды ма, жоқ па деген опросқа көрермен қалай жауап бергені, не интересно батырмасын басу, поисковой запростары, видеоңыз көрерменнің YouTube'тағы сессиясын бастады ма, әлде сіздің видеоңызды көргеннен кейін YouTube'тан шығып кетті ме, соған дейін қарайды. Сонында айтқан осы үш нәрсенің бәрі көрерменнің YouTube'та уақыт өткізу ұғымына кіреді. Егер сіздің видеоңыз біреуді YouTube'та көбірек уақыт өткізуге мәжбүр етсе, бұл алгоритмге жіберілген ең күшті сигналдардың бірі. Сондықтан көрерменді видео соңында плейлистке немесе басқа видеоға жіберу өте пайдалы. Даже ол сіздің темаңызға тікелей қатысы болмаса да. Сіз көбірек видео жариялап, біртіндеп қарқын ала бастағанда өз аудиторияңызды құра бастайсыз. YouTube келесі видеоларыңызды алдымен алдыңғы видеоларыңызды көрген адамдарға көрсетеді. Осылайша әр видео салған кезде сізде видеоңызды көретін бастапқы аудиторияңыз пайда болады. Ал егер YouTube каналдың темасын таңдау қиын болып, YouTube'ты бастай алмай жүрсеңіз, описаниеде 30 минуттық сабағыма сілтеме қалдырам. 2026 жылы YouTube каналды дұрыс бастау жайлы сабағымды сол жерден көре аласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны YouTube'ға қызығатын досыңызға жіберіңіз. Тезірек YouTube'ты бастасын.